Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina habibina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü okuyduğun ayetimiz Maide suresinin 92. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Бұл аятта Алла Тағала былай дейді: Аллаға мойынсұныңдар, әрі Алланың елшісіне мойынсұныңдар. Және оларға қарсы келіп күнәһар болудан барынша сақтаныңдар. Егер бағынудан бас тартып сырт айналатын болсаңдар, онда біліп қойыңдар, елшіміздің міндеті хақ дінді жеткізу ғана деді. Кешегі аятта естеріңізде болса, шын мәнінде шайтан арақ құмар арқылы адамды араларыңа дұшпандық салып, Алланы еске алудан, намаздан сендерді аластатады, шайтанға бағынбаңдар деген еді. Міне бүгінгі аятта тек қана Аллаға және оның елшісіне бойсыңдар. Егерде кімде-кім Алланың бұйрығы мен оның елшісінің бұйрықтарына қарсы шығып бет айланатын болса, онда сендер біліңдер дейді, Алла елшісінің жұмысы сендерді тура жолға салу емес, бәлкім тек қана сендерге ескерту деп міне бұл аятта айтқан еді. Ислам ғалымдарының бірі болған Табари, үлкен тәпсірші ғалым, бұлай дейді: бұл аят әмір мен тыйымдарға қарсы болғандар үшін Алладан үлкен бір ескерту сендерге дейді. Қасиетті Құран кәрімнің 30 шақты жерінде міне осындай атай Аллаға және оның елшісіне бойсұныңдар деп міне 30-дан астам жерінде осылай келеді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде айтады: маған мойынсұнғандарың Аллаға мойынсұнғандарың, және маған қарсы шыққандарың Аллаға қарсы шыққандарың деді. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне берік болу жайында айтады, тағы бір аятта: وَمَا آتَكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Пайғамбар өздеріңе не нәрсені жеткізсе, соны шын көңілмен қабылдаңдар. Ал сендерді не нәрседен тыйған болса, онда сендер сол нәрседен тыйылыңдар дейді. Расында Алла Тағаланың құлдарынан нені қалайтынын ең жақсы білетін жан ол ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сол себепті пайғамбарымыз өзінің хадисінде айтады: "Таракту фикум амройни ла тадиллу ма тамассактум бихима китабаллахи ва суннати набийхи." Мен сендерге екі нәрсені қалдырдым дейді. Ол біріншісі Алланың кітабы және менің сүннетім. Осы екеуінің қайсысын болсын басшылыққа алатын болсаңдар, сендер адаспайсыңдар деп міне Алла Тағаланың елшісі пайғамбарымыз міне осылай бізге ескерткен екен. Алла Тағала баршамызға екі дүниенің жақсылығын нәсіп етсін. Ва ахир дауана алхамдулиллахи раббил алемин. Аллаху акбар.